Ал енді құрметті білім алушылар, бүгінгі біздің мынау тарихи мәдени өлкетану экскурсиямыздың келіп жеткен жеріміздің бірі мынау киелі, мынау Тараз тарихындағы белгілі тектұрмас білесіздер. Мына біздің келіп отырғанымыз қазір өздеріңіз көріп отырсыздар Әулиеата. Енді осы Әулиеата бізде бабамыз 11 мен 12 ғасырларда өмір сүрген. Мына жерде бізге Әулиеатаға барғанша көтерілгенше баспалдақтардан 7-ден 14 ескерткіш көріп тұрсыздар сіздер. Енді осы жерде қарап тұрсаңыздар, оң жаққа қарасаңыздар, алып Ертонға біздің дәуірімізге дейін өмір сүрген оқысы. Біздің дәуірімізге дейін 8-7 ғасырларда өмір сүрген. Бұл тұлғаларымыздың бәрі мына жердегі аталғандар қазақ мемлекетінің негізін қалағандар. Қазақтың мемлекеттік болмаған, қазақта мемлекеттік жоқ дегендерге осының бәрі дәлел. Бұның бәрі дәлел ретінде. Біздің дәуірімізге дейін алып Ертонға мемлекеттіктің негізін қалаған. Енді қараңыз, Шу қаған. Біздің дәуірімізге дейін қаншаншы ғасыр анау? 4-3 ғасыр. Билеуші, бәрі билеуші. Енді біз келеміз мына жерде естемі. Біздің дәуіріміздегі 6 ғасыр. Енді қараймыз Оқышқан. Шөже қаған. Біздің дәуірімізге дейін 1 ғасыр. 1 ғасыр біздің дәуірімізге дейін. Келесі не деп тұр? Сұлу қаған. Сұлу қаған. Аха, қаншасыншы ғасыр? 8 ғасыр, Аха, одан кейін Жабғу ғой яғни. Тон жабғу. Қаншасыншы ғасыр? 12 ғасыр. Аха, қаған. Батыс түрік қағанаты билеушісі. Яғни көріп тұрсыздар, Батыс түрік қағанатында. Шах Мансұр. Қаншасыншы ғасыр? 11 ғасыр. Қаған дейді. Қарахан мемлекетінің қағаны. Енді Сатық Боғырахан. Аха, Сатық Боғырахан. Тарихтан білетін шығарсыздар, 10 ғасырда. Қандай мемлекет құрған екен? Қарахан мемлекетін. Енді қараңыздар, Жүсіп Баласағұн білесіздер, Жүсіп Баласағұн 11 ғасырда біздің құтты білік деген еңбегін жазған, яғни құт әкелетін білік деген. Тектұрмас бабамыз 11 ғасыр, діндар абыз. Енді қараңыздар, Мұхаммед Қашқари, Махмұд Қашқари. Ғалым, ұлы ағартушы ғалымыз болған, оқысы тарихшы болған. Дәуітбек, 13 ғасыр. Аха, Жарид ад-Дин Бабыр. Бабыр деген білесіздер ғой, Бабыр деген билеуші болған. Одан кейін Қайду. Қайду дегеніміз кім дейді? Қайду деген Талас құрылтайын ең алғаш шақырған, осы біздің Жамбыл облысы Талас өзенінің жағалауында ғой, Талас өзенінде ғой. Сол Талас өзенінің жағалауында Талас құрылтайын шақырған Қайду. Қайду Шыңғысханның 3-ші ұлы Үгедейдің баласы. Үгедей Шыңғысханның 3-ші баласы. Яғни Қайдудың біздің мемлекетті құрудағы сіңірген еңбегі бар екен. Бұның бәрін ескерткіштер жасап, осындан ұрпаққа таныту үшін облысымыздың сол кездегі әкімі Асқар Исабекұлы Мырзахметовтің бастамасымен салынған еді бұның бәрі. Бізде қазақта мемлекеттілік болмаған дегенге бірден бір жауап болатын осы: бізде мемлекеттілік болған. Біз ұлы империялардың, ұлы мемлекет құрған халықпыз, ұлтпыз. Біз сондықтан біз кез келген адамға жауап бере аламыз. Кез келген шетелдікке, кез келген біздің отанда тұрып жатқандарға осындай кен көлемде мағлұматпен бай тарихымызды айтуға болады. Біздің мақтанышымыз, біздің ұлы тұлғаларымыз бұдан да көп. Бірақ осы жерде жаңағы негізгілерді алды. Біздің мемлекеттіліктің негізінің бәрі сол кездерден қаланды. Біздің дәуірімізге дейін. Ана 550 жылдығымен салыстырмаймыз. Кешегі тәуелсіздік 91 жылдығын салыстырмаймыз. Біз анау тереңнен бері қарай сыр шертуге болады. Түсінікті ғой? Енді біз Әулиеата бабамыз көріп тұрсыздар, Жамбыл облысына қарап тұрып, қолында бата беріп тұр. Облысқа бата беріп тұр. Мынау халқым аман болсын, бақ дәулетті болсын, ырысты, ынтымақты, берекелі, бірікті болсын деген келтіріп тұр. Ана жерден барсақ, оқып танысуға болады бізге. Бізді Әулиеата облысы деген кезінде, Әулиеата өңірі дейді қазірде. Әулиеата халқы дейді, Әулиеата жастары дейді. Міне, сіздер сол Әулиеата жастарысыздар. Бәрекелді, енді алғара